Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоларымды оңай көре алуыңыз үшін. Бүгін мендегі блог балалармен өткізетін уақыт. Үйде балалармен қалай уақыт өткіземін. Бүгін оларды неше түрлі ойындармен ойнататын болам. Соны түсіремін. Менімен бірге болыңыздар. Таңертең 8-де тұрып, бірінші қызымды мектепке жіберіп алам. Жуындырдым, енді қазір киімдерін кигізетін боламын. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жерде осы киімдердің барлығын қазір кигізіп тұрған Пиндододан заказ бергенмін. Качестволар өте әдемі. Бірге көріңіздер. Менің қызым 0 класста оқиды. Таңғы 8:30-да сабағы. Сіздердің балапандарыңыздың сабағы нешеде азындап тұруға қиналмайды ма? Менің қызым деген әрең тұрғызамыз, 10-нан бастап ұйықтатам. Ерте жатып, ерте тұрсын деген оймен, бірақтан 10-да жатсақ та 11-лерден аса ұйықтап, азында әрең 8-де тұрамыз осылай. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass Завтрак беретін, ал қазір бермейді, сондықтан всегда осылай үйден бірінші тамақтандырып алам, немесе бургер жасап мектепке беріп жіберемін. Онлайн жұмысымды жасап жатырмын. Қысқаша айта кетейін, мен өзім онлайн жұмыста ЕГОВ қызметтері, ИП ашып жабу, отчеттары, рейтинг көтеру, арыз шешу деген сияқты жұмыстар жасаймын. Дәл қазір РСП ашып отырмын. Одан кейін рейтинг көтеріп, отчет тапсыруым керек. Ал қызым қазір мектептен келеді. Мектептен келгеннен кейін тамағын ішіп, сонымен балалармен бүгін ойын ойнайтын боламыз. Өте қызық ойындар. Жіберім алмаңыздар, Ал достар, мен тірлігімнің барлығын бітірдім. Енді балаларға көңіл бөлем. Бүгін балалармен ойнаймыз. Мынандай ойын бізде. Осындай 2 картинка. Осы картинкадан айырмашылықтарын табады. Екеуіне. Сосын кішкентай ұлыма мынандай жануарлардың бастарын табатын болады. Тоже бұлардың барлығын алдын ала қырқып алайын деп тұрмын. Сосын мынау адамның басы, мынау аузы, мұрны, көзі, осыларды жабыстыратын болады. Ең қызық ойын бізде. Осындай коробка аламыз қазір. Мына жерге 2 адам қол сиятындай домалақ тесік жасаймын. Арғарта ойынның барысында қалай ойнатылатынын көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір бірінші барлығын ойынға дайындап алам. Содан кейін
достар, біз ойынымызды бастаймыз. Мынау айырмашылығын тап ойыны. Қазір екеуі айырмашылықтарын, мына жерде қандай айырмашылықтар нешеу бар екенін тез кім табады, сол жеңеді, иә? Сондай ойын ойнаймыз. Ал кеттік. Давайте ма. Мына қара, мысал үшін, мысалға көрсетіп кетемін мына жерде. Мына жерде қара жаса 4 тал бар, иә? 4 тал бар. Ал мына жақта қанша тал бар? 3. Біреу жоқ, иә? Мынаны домалақ қылып қоямыз. Мама? Иә. Біреу, иә? Міне. Біреу. Ал енді саған балам, айырмашылығын тап ойын, иә? Мынаны қарашы, мына жерде аюдың жанында ара тұр ғой, иә? 3, 4, Ара тұр ма? 1, ода 5. Ара тұр, иә? Мына жерде. Ал мына жерде ара жоқ, иә? 3, 4. Ал сондай айырмашылықтарды табамыз, иә? Давай, таппын сен. Бұл жерде менің балам 3 жаста, ал қызым 6-ға толады уже. Ал менің балам қаншалықты бұл ойынды түсінеді екен көреміз. Бұл ойын балалардың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін дамытатын ойындардың бірі. Сондықтан балаларға ойнатып көрейін деп, бүгін бірінші рет ойнаттым. Балапандарым істеп бітті. Мына қызым бірінші істеп, екеуі бірдей істеп бітті. Мына жерде 4 суретті тура мына жерге қойып кетемін, негізі белгілеп, кәдімгідей. Екеуі де дұрыс істеді. Нұртасты мен вообще түсінбейтін шығар деп ойлаған едім, бірақ балам тапты. Мына жерде мына аюды прям тапқанына риза болдым, 2 суреттің айырмашылығын. Ал Жансаяның образы мынандай болды. Бұл қандай эмоция, Жансая? Деген. Қандай эмоция, но? Қорқып кеткенде. Қорқып кеткен ба? Таң қалып тұрған сияқты ғой, иә? Таң қалып тұр, иә? Ал достар, біз енді келесі ойынымызға көшеміз. Давайте. Қазір уже мына ойынды ойнаймыз. Мына коробкаға мен домалақ сызып қойдым. Бұл бізде бас. Қазір соған көзді, ауызды и мұрынды жабыстыратын боламыз. Қазір бірінші мыналардың астын клейлеп аламыз, осылай бір-бір. Достар, сіздерге осы мен қолданған заттар керек болатын болса, міндетті түрде инстаграмыма жазыңыздар, мен барлық суреттерді сіздерге жіберетін боламын. Ал кеттік, біз ойнаймыз. Аш боп қалам қайталап әдемі көзіңнен сөйлеген сөзіңнен жүрсің ішке беліңнен тәтті ұзын шашың беліңнен түскен түсті көзіме жарасып тұр өзіңе қатты дала тұман көкке түтін ұшып барам менікі күн қызық болады бүгінгі түн сенші маған қыспадым махаббат ашып сезімім аз сердце стучит пока только для нас не убивай только сердце мое потому что это
Давайте мен тағы бір істеп көрейін. Қызық екен, иә? Сіздер де ойнап көріңіздер, өте қызық ойын. әдемі көзіңнен, сіз сөйлеген сөзіңнен, жүршің ішке беліңнен, тәттім. Ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе, қатты. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады, ғашық боп қалам қайталап. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады, ғашық боп қалам қайталап. Әдемі көзіңнен, сіз сөйлеген сөзіңнен, жүршің ішке беліңнен, тәттім. Ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе, қатты. Дала тұман, көкпес түтін, ұшып барам, мені күткен, қызық болады бүгінгі түн. Сенші маған қырсық айтын, махаббат ашып, сезімім аз, сердце стучит, пока только для нас. Не убивай только сердце мое, потому что это уже твое. Әдемі көзіңнен, сіз сөйлеген сөзіңнен, жүршің ішке беліңнен, тәттім. Ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе, қатты. Әдемі көзіңнен, сіз сөйлеген сөзіңнен, жүршің ішке беліңнен, тәттім. Ұзын шашың беліңнен, түскен түсті көзіме, жарасып тұр өзіңе, қатты. Сенің көздерің алып барады, сезімге еріп батып барам, сөйлеген сөзің жақ барады. Ал достар, біз ойынымызды бітірдік. Балаларға өте қызық болды. Тағы да ойнайық, қайталап ойнайықшы деп жатыр. Қазір арғата тағы ойнатамын балаларды. Сіздер де ойнап көріңіздер, өте қызық ойын. Әрі балаларыңыздың көңіл күйі көтеріледі. Әрі бұның барлығы балаларды дамыту үшін. Мен өзім үйде отырған анамын. Балаларымды дамыту үшін осындай ойындарды айына бір рет ойнатып тұрамын. Көбінесе бізде принтер болғандықтан принтерден көп шығарып, жаңағы құрастыратын сияқты ойындар ойнатамын. Ал егер сіздерге керек болатын болса, менің Instagram каналыма жазыңыздар. Сол жерден мен суреттерді сізге жіберетін боламын. Сіздер де балаларыңызды осылай ойнатып қуантыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Осы видеоны басқа достарыңызға жіберіңіз. Ол кісілер де балаларын осылай ойнатып қуантсын. Келесі видеода кездескенше дейін сіздерге сау болыңыздар.